Көрерменге күн жақсылыққа толы болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Біз Оля екеуміз ас бөлмеге өттік. Бүгін бізде қонақта аспаз Сандуғаш Барысова келіп отыр. Қош келдіңіз. Демек, біз дәл қазір тамақ жасайын деп жатырмыз. Таңғы ас өте пайдалы, құнарлы, дәмді, үйдегілердің бәріне ұнайтын тамаша таңғы асты дайындаудың жолын дәл қазір көрсетеміз. Олай болса кеттік, Сандуғаш ханым, не жасаймыз, неден бастаймыз, қандай өнімдерді пайдаланамыз, сол туралы айта кетсеңіз. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай ыдыстағы трайфл десертін дайындаймыз. Трайфл Өте дәмді. Трайфл деп аталады. Заманауи десерттердің бірі, тренд болып жүрген десерттердің бірі қазіргі кезде. Құрметті көрермен, біз трендтағы десерт жасаймыз қазір. Трендтан қалмаймыз, оған бізге керек көбіміз сияқты өнімдер. Көп зат емес, ең қажетті бізге қарапайым заттар, бізге печенье қажет, қаймақ, салқын болғаны дұрыс, қант ұнтағы, және банан, орнына құлпынай немесе басқада жұмсақ жеміс-жидектер қолдануға болады. Сандуғаш ханым, мынандай сұрақ, қаймақтың майлылығы қанша пайыз болу керек? 20%-дан жоғары болған дұрыс. Тамаша. Бастайық? Құрметті көрермен, жалпы шынымен трендта деп айтуға болады мұндай дүние екен. Себебі әр үйден табылатын нелер ғой, өнімдер ғой. Печенье кез келген үйден табылады. Қалғандары болса да салафанның астында қалып қалады ғой. Бананды барлығы үйде бар десек те болады, жеміс-жидек алмастыра беруге болады. Мен олай болса бананды турай берейін, оны қалай турау керек? Дөңгелектеп, жіңішкелеу қылып. Жарайды. Печеньені біз ұнтақтап аламыз. Блендердің көмегімен. Үйлеріңізде блендер жоқ болса, қадірлі көрермен, оны қалтаға салып, ұсақтаудың басқа да жолдары бар. Қалтаға салып, оқтаудың көмегімен ұсақтауға болады. Қалта, құрметті көрермен, салафанға саламыз да, аузын жабамыз да, оқтаумен мұжып, елеп, менде бірден келеді, есіме түсіп отыр. Сонымен бастадық. Көрмен бір тойымда ас болайын деп тұр, өздеріңіз көріп тұрғандай. Басқа трендтағы десерт жейін деп жатырмыз. Бізбен бірге жасаңыздар, міндетті түрде қайталасаңыздар. Бастысы қымбат емес, көп шығынданбайсың осы тәттіні жасаған кезде. Барлық печеньелерді ұнтақтап аламыз. Ал біз енді арғыра процесін жасай берейік. Сіздер біздің дайындаған сюжетке назар аударыңыздар. Қандай сюжет екенін айта кетейік. Құрметті көрермен, мультфильмді барлығымыз бала кезден жақсы көреміз ғой? Әрине. Ал оның қалай жасалатынын барлығымыз біле бермейміз. Қызықты мамандық. Көрейік. Мультик жасағанда аниматорлардың жұмыстары осында. Енді біз еске сала кетейік, ас бөлмеде Сандуғаш ханым келіп, бір трендтағы десерт жасап жатырмыз. Трайфл дайындап жатырмыз біздер қазір. Мінекей біз печеньемізді ұсақтадық. Банан дайын, енді қаймақ пен қант ұнтағын араластыру керек, Қаймақты қалай істейміз? Қаймақты үлкенірек ыдысқа салып, қаймақ жаңа айтып кеткенде 20%-дан жоғары және салқын болу керек. Және қант ұнтағын қосамыз оған. Дәміне қарай. Бері қарай алып тастаңыз. Көрерменге көрініп тұрсын. Қаншалықты тәтті болғанын ұнатасыз өзіңіздің қалауыңызға қарай қосасыз. Қант ұнтағын. Тәтті болғаны дұрыс па? Тәтті болғаны дұрыс, Таңғы асқа жүрек кетсін ме? Негізі тәттіні түске дейін жеу керек дейді ғой. Сонда салмақ қоспайсың. Рас па, Сандуғаш ханым? Келісемін. Түске дейін жеп, бірақ түсінен ұйықтап қалуға болмайды. Тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, оны түске дейін жеуге тырысыңыздар. Сонда уайымдамай жүре бересіздер. Біздің десертіміз дайын болайын деп қалды, аз ғана уақыт қалды. Екеуін араластырдық енді? Араластырдық, енді міне мынандай арнайы нелер болады, стакандар, ыдыстарға, үйдегі негізі бокалдарға, кез келген ыдыстарға дайындауға болады өзіңіздің қалауыңызша. Мынау шыны ыдыс әдемі көрінеді екен, порциясы көп болмайды. Оля блендер бір жағынан, Оля бір жағынан жалпы осы печеньені ұнтақтадық, ездік. Енді блендер мен сияқты сақтай алмайды, ұнтақтай алмайды. Осыларды бірінші
печеньені саламыз. Қабат-қабат қойып шығамыз Иә, барлығын, қабат-қабат қоямыз. Мен енді түсіндім. Жалпы жасалу жеңіл, таңғы асына қонақ Печеньядан келсе де кейін банан Банан саламыз. таптырмас десерт екен. Иә, және өте оңай, тез дайындалады. Тағы қандай түрлері бар бұның? Десерттардың осы трендтағы қазір. Трендтағы қазір кішкентай торттар, бенто торт деген трендте. бұл кәріс елінен келген Сүйкімді. сән, иә, осындай Бір торттарға адамға, екі қателеспесем. адамға арналған сондай кішкентай торттар. Оның ішіне салмақты қоспайсың бір порциясы кішігірім. Иә, бір адамға Енді арналған. үстінен- Ибағанның екіншісін сұрауды үстінен ұяласың. Қант ұнтағы қосылған крем. қаймақты саламыз. Одан кейін қайтадан печенье, Қайтадан банан қайталаймыз. және қаймақ. Осылайша біздің трайфеліміз дайын болып шыға келеді. Иә, өте оңай екен. Қарапайым печеньені езеді кесіп, бананды торайды кесіп, бірінің үстіне бірін бүйтіп көтшат кесіп, осылай тағамдайды болады. Сандуғаш ханым, сіз осындай десерт жасауды қайдан үйрендіңіз? Десертті негізі жалпы тамақ жасауды тұрмысқа шыққаннан кейін десем болады. Кейін басталды ма? Иә, иә. Тұрмысқа шыққаннан кейін барлығыңызға белгілі, ол күнде тамақ жасайсың. Қияның Сол жетпей үшін, қалады кейде. иә, неше түрлі тәтті тағамдарда жасағың келеді, үйдегілерді қуантқың келеді. Одан кейін осылай суретке, видеоға түсіргенді ұната бастадым. Солай басталды барлығы. Иә. Арнайы оқыдыңыз ба? Жоқ. Оқымадыңыз. Мектеп кезінде УПК деген болған, сонда аспаз мамандығы. Бұл еңбек сабағы сияқты ма? Еңбек емес, бөлек аптасына бір рет болатын. Әртүрлі мамандықтар бар, сонда аспазда оқығанмын. Сіз өзіңіз көбінесе таңғы асқа осындай тәтті тағамдарды жасайсыз ба, жоқ әлде дәстүрлі таңғы асты дайындайсыз ба? Тәтті тағамдар, оладьи, панкейки дегенді, блинчики, қимақтар үйдегілер жақсы көреді. Және жұмыртқадан таңғы ас көбінесе. Жұмыртқадан таңғы асты ұнатады үйдегілер, сол үшін. Көрме жұмыртқаны. Көбінесе, Бағана иә. көрме жұмыртқа жайлы айта кетті қой. Үйдегілеріңіз сұрап жата ма? Бүгін бізге мынандай таңғы ас жасап берші, не болмаса мынандай кешкі ас жасап берші деп өздерінің өтініштерін білдіріп жата ма? Жолдасым көбінесе көреді желілерден, интернеттен. Рецепт табады, иә? Осы тағамды жасап бересің бе деп сұрайды. Жалпы жігіттер, сіздерге де лайфхак, интернеттен жұмысқа келе жатқанда бірден сұрайтын сұрақ әйелдерді сол ғой. Түскі асқа не жасайын, кешкі асқа не жасайын деп сол кезде интернеттен көріп қосып, өздеріңізге мынандай тамақ деп айтып отырсаңыздар, тамаша бір кеңес болады екен. Ал жолдасыңызға жоқ, бүгін көңіл күйім жоқ, бүгін осындай тамақты жасамайын, басқа тамақты жасаймын деп айтатын кездеріңіз бола ма, Сандуғаш ханым? Кейде болып қалады, бірақ көбінесе жасауға тырысамын. Көңілмен шығуға тырысасыз, иә? Құрметті көрерменіміз, десерт. Десерт жалпы өзі кейіннен трендқа шықты ғой, бұрындары мынандай десерт болмайтын. Көбіне жазылса бірден торт, немесе арнайы пирогтар дейміз. Негізі, мысалы, үйде тортты пісіретін қыз-келіншектер бар ғой, торттың қалдығында қымбатты арулар осындай трайфель жасауға қолдануға болады. Трайфель деген жалпы қалғандарды заттардан Иә, негізі тарихы сондай. Англиядан келген. Бұл десертке, қателеспесем, 400 жылдан астам уақыт болған. Ағылшындар осындай жаңағы торт, пирог, қалған нелерін, қалған ингредиенттерді жасап, осындай қылып, содан пайда болған. Осы десерт қазір енді трендке айналған. Мұны дайын болып қалды, құрметті көрермен. Енді айта кетейік, Сидней аспанды қызыл отқа оранды. Иә, енді қате түсініп қалмаңыздар, қадірлі көрермен. Бұл дәстүрлі жыл сайын өтетін шарадағы от шашу мерекесі болған. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Қымбатты көрермен, біздің тәтті таңғы асымыз дайын болды. Сандуғаш ханыммен бірге дайындадық. Енді дәл қазір соның дәмін көретін уақыт келіп жетті. Бір-бірден дәм таттыңыздар, құрметті көрермен. Өздеріңіз көрдіңіздер. Қарапайым печенье ұнтақтадық, бананды қостық, қаймақты қостық. Енді дәмін көреміз. Бисмилла. Негізі Тып-тыныш па? осы өнімдердің үйлесу күшті. Печенье, банан, қаймақ бәрі керемет үйлеседі. Дәмі тілі үйрет. Осы
осы өнімдерді бөлек-бөлек жесең де дәмді, ал егер олардың барлығын қосып жесең тіпті дәмі тіл үйрет. Оның үстіне енді мен сияқты ет жемейтін, мысалы вегандарға осындай трайфель жеуге әбден болады, сондықтан мен сияқты ет жейтіндерге де болады екен ғой. Шынымен де жалпы бізді көріп отқан көрермендердің тәбеті ашылған шығар. Себебі камераның ар жағындағы жігіттер де бізде де режиссер әріптестерімізді көріп отыр, бізге де қалдырыңдар деп жатыр. Қалдырып қойдық, дәм татасты. Сандуғаш ханым, Қалдырмайыншы. сізге көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Осындай бір лайфхак десек болады ғой, мынау жеңіл түрде дайындалатын трендтағы десерт жасап бергеніңізге. Еңбегіңіз жемісті болсын. Отбасыңызға амандық тілейміз. Бізбен бірге болғаныңызға көп рахмет. Қымбатты көрермен, ал Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы осымен аяқталды. Біз сіздермен қоштасамыз. Ертең жүздескенше аман сау болыңыздар, бейсенбі жақсылыққа толы болсын, бай қуатты болыңыздар. Әрбір шаңырақта Еуразия бірінші арнасы Қосылы болсын. Кездескенше.